Менің арнама қош келдіңіздер, құрметті менің көрермендерім. Мен сіздерге ақыр заманның үлкен белгілері мен кіші белгілер туралы айтып кеткім келіп отыр. Менің каналыма лайк басып, подписка жасап, комментария қалдырыңыздар, және де колокольчикті басып қойыңыздар. Алда уақытта мен деген көптеген видеоларды салатын болам. Соны жіберіп алмас үшін менің арнама колокольчикті басып қойыңыздар. О дүниелік өмір қарсаңында бұл дүниедегі тіршілік атаулы түгелдей тоқтайды. Мұны яғни тіршіліктің тоқтау мерзімін қиямет қайым дейді. Қиямет қайымның болатындығын жер бетіндегі күллі діндер қабыл етеді. Өйткені әлемдердің рабысы Алла ерте ме кеш пе қиямет қайымды болдырады. Құран аяттарында бұл мәселені айқын растай түседі. Әй адам баласы, рабыларыңнан қорқыңдар. Расында қияметтің сілкінісі үлкен нәрсе. Ол күні әр емізушінің емізгенін, ұмытқанын және әрбір буаз жәндіктің іш тастағанын көресің. Адамдарды мас түрде көресің. Негізінде олар мас емес. Бірақ Алланың азабы қатты. Ол күн аспан ерген кен сияқты болады. Таулар түтілген жүндей болады. Достың қалын сұрамайды. Көк жарылған сәтте, жұлдыздар төгілген сәтте, теңіздер тасыған сәтте, қабірлер қопарылған сәтте, әркім алдындағы және артындағы нәрселерді біледі. Қияметтің күні қашан болады деп сұрайды. Қашан көз шағылысқан, ай тұтылған күн мен ай бір араға келтірілген кезде адамдар сол күні қашар жер қайда деп дейді. Жоқ, әсте пана жоқ. Ол күн тұрақ Раббыңның алды. Жоғарыда аяттарда қиямет қайымның адам шошитын аса қорқынышты болатындығын Алла тағала алдын ала адамзатқа білдіріп отыр. Егер мұншалықты дәлелге сенбеген адам болса, ондай пендеге Алла жәрдемші болсын деуден басқа айтар сөзім жоқ. Қиямет қайымның қашан орындайтындығына келер болсақ, бұл жайында ешбір пенденің, тіпті Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның, пайғамбар мен оған уахи әкелген Жәбірейілдің алейхиссаламның, сұрға үйлеуші Исрафилдің алейхиссаламның де мағлұматы жоқ. Қиямет қайымның қашан болатындығын жалғыз Алла ғана біледі. Бұл жайында Құранда былай дейді. Әрине, қиямет мерзімінің мәліметі Алланың қасында. Қиямет мезгілінің мәліметін тек Алла біледі. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, олар сенен қияметтің қашан болатындығын сұрайды. Шынында оның мәліметі Раббымның қасында. Оның уақытын өзі ғана білдіреді. Көктер мен жердегі ауыр жағдай сендерге кенеттен келеді де. Сен оны зерттеп отырғандай-ақ сұрастырады. Шынында оның білімі Алланың қасында, бірақ адамдардың көбі оны түсінбейді деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам қиямет қайымның қашан болатындығын сұрағандарға ұдайы оның уақытын Алла ғана біледі деп жауап беретін. Десек те пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам ақыр заманның уақытын айтпағанымен, оның белгілері жайлы көптеген хадистерден мынандай оқиғалар болмайынша қиямет қайым болмайды деген мағынадағы ғибараттарды кездестіруге болады. Ақыр заманның белгілерін ғұламалар осы хадистерге сүйене отырып екіге бөледі. Ақыр заманның кіші белгілері. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жер бетінде пайғамбар болып жіберілуінің өзі ақыр заманның алғашқы белгісі. Себебі пайғамбарымыз қияметпен мен бірге жіберілдім деп сұқ саусағы мен ортаншы саусағын көрсеткен жайында деректер бар. Қияметтің белгілерінің бірі дін ілімі азаяды, сауатсыздық көбейеді. Зина жасау етек алады, әйелдер көбейіп, еркектер азаяды. Тіпті 50 әйелдің бір ғана қараушысы болады. Әйелдердің саны ер кісілердің санынан қарағанда әлде қайда көп болады. Расулуллах саллаллаху алейхи салам сахабалармен сөйлесіп жатқанда, бір түздік араб келіп қияметтің қашан болатындығы туралы сұрағанда, оған аманат аяқ асты етілген кезде қияметті күте бер деп жауап береді.
Сонда түздік араб кісі мұны қалай түсінсек болады дегенде, пайғамбарымыз қызмет өз маманына берілмеген кезде қиямет күте бер деп жауап береді. Көп қабатты үйлердің салынуы, өз ісінің маманы емес кісілердің сөз сөйлеуі мен билік етуі, адам өлтіру оқиғасының көбеюі, жалаң аяқ жалаңаш және кедей шопандардың да үй салуда бір-бірімен жарысқандарын көресіңдер. Мен Алланың елшісімін деп өзім пайғамбар жариялайтын 30-ға жуық жалғаншы дәджалдар шығады. Екі үлкен ислам әскерлер бір-бірімен шайқаспайынша қиямет болмайды. Мал дүние судай болып ақпайынша, фитналар және жәнсіз жерде адам өлтіру көбеймейінше қиямет болмайды. Имам Шарани ақырзаманның белгілері жайында Әбу Нуаймның риуат еткен мына хадисіне көз жүгіртіп қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдар арасында мынандай жайттардың етек алатындығынан хабар береді. Адамдар намаздарын қаза етеді, тіпті оқымайды. Нәпсіге бой алдырып ойына келгенін жасайды. Аманатқа қиянат етеді. Харам нәрселерді халал деп санайды. Өсімнен түскен ақшаны ойланбастан жейді. Пара алушылық көбейеді. Зәулім үйлер салынады. Дүниеге қызығып, дінін сатады. Туыстық қатынастар үзіледі. Төрешілер мен қазылар үкімді сататын болады. Жастардың үкімет басына келуі. Жала жабу мен жалған куәгерлер көбейеді. Жауынан апаттар селдер болады. Зекет берілмейтін болады. Ішімдік ішу көбейеді. Ол кездерде кейбір пасық, өтірікші, күнәһар елбасылар мен әкімдер болады. Балаларды тәрбиелейтін тәрбиешілер болады. Құран оқитын пасық және күнәһар хафиздар болады. Жағымсыз ғалымдар болады. Опасыз өтірікші саудагерлер болады. Құран кәрімді әшекейлеу әдетке айналады. Мұнаралар биік болады. Бастықтар көбейеді. Дін ілімін білетін ғалымдар, фақихтар азаяды. Сенімді кісілер азаяды. Кедейлер көбейеді. Алланың қойған жазалары жарамсыз болып жүрмей қалады. Әнші қыздар көбейеді. Тараздан жеу көбейеді. Әйел өзінің бастығынан босанатын болады. Әйелдер өздерін еркектерге, еркектерде өздерін әйелдерге ұқсататын болады. Тек таныс кісілерге ғана сәлем беріледі. Ілім құлшылық ету үшін емес, дүние табу үшін оқылатын болады. Ол кезде адамдар арасындағы кәпірлер мен залымдардың мәртебесі биік болып құрмет етіледі. Ол кезде адамдар арасында 200-ділер мен күнәһарлар басым әрі күшті болады. Надандар мәртебелі болады. Тақуа кісілер адамдар арасында келеке мазаққа айналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ақыр заман таяғанда болатын жағдайларды осылайша 14 ғасыр бұрын үмметіне айтып кеткен. Осы айтылған мәселелерге қарап отырсаңыз, ақыр заманның көптеген белгілері бүгінгі техногендік ғасырымыздың дертіне айналып отыр. Хусайфа ибн Асид әл-Ғафирден жеткен риуаят бойынша Хусайфа Расулуллах былай дейді: біз Мадинада бір қорғанның көлеңкесінде отырғанбыз. Пайғамбарымыз бір шатырдың үстінде отырған еді. Сол сәтте Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам жоғарыдан бізге қарап тұрып, сендерді жұмыстарыңа қандай мәселе жібермей тұр деп сұрады. Біз сөйлесіп отырмыз дедік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, не мәселе жайында сөйлесіп отырсыңдар деді. Біз қиямет қайымның уақытын жайында әңгімелесіп отырмыз деп жауап бердік. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сендер мына 10 нәрсені көрмейінше қиямет қайым болмайды деді. Тұманды түтін, дәжалды, дапатул арызды, күннің батқан жақтан шығуын, Хазірет Исаның ғалейкумассаламның көктен түсуін, Яжуж-Мәжуждің шығуын, шығыс жақтағы бір жердің шөгуі,
батыс жақтағы бір жердің шөгуі, Араб түбіндегі бір жердің шөгуі, Йеменнің Әден жазығының ең шалғайынан бір от шығады. Ол от барлық жерді өртеп отырып, адамдарды махшарға дейін алып барады деді. Енді хадисте айтылған жоғарыдағы ақыр заманның 10 үлкен белгісіне жеке-жеке қысқаша шолу жасап өтелік. Тұман, духан шығу. Қиямет қайым жақындағанда жер бетін тұман қаптайды. Тұман 40 күн, 40 түн бойы жалғасады. Бұл тұманнан мүмкін пенделер тұмауратып, кәпірлер мас адам секілді сенделіп жүретін болады. Жер бетін қаптаған тұманнан имансыз болған пенделер көз жұматындығы риуат етіледі. Бір хадисте былай дейді: ақыр заманда бір тұман шығады. Бұл тұман кәпірлерді өлтіреді. Мөминдер болса тұмауратады. Ақыр заман таяғанда дәжалдың шығуы. Дәжал есімдегі бір кісі шығып адамдарға өзін құдаймын деп жайрайлап жолмен жүруге үндейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи салам айтуы бойынша бүкіл пайғамбарлар өз дәуірінде үмметін дәжалмен қорқытқан. Дәжал сөзі өтірікші деген ұғымды білдіреді. Хусайфадан жеткен риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам оны былайша сипаттайды: дәжал сол көзі соқыр, қалың қою шашты бір адам. Оның қасында жәннат пен от бар. Оның оты негізінде жәннат болып, жәннаты де тозақ болады. Абу Бәкірден Расулаллаху алейхи саламнан жеткен риуаят бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам дәжал шығыс аймағынан Хорасан деген жерден шығады. Оған ергендердің жүздері терімен қапталғандай ірі денелі адамдар болады делінген. Дабатул арыз жерден шығатын хайуан. Даба сөзі әрекет етуші, қимылдаушы дегенді білдіреді. Яғни ақыр заманда даба есімді бір хайуанның шығатындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадистерінде айтып кеткен. Дабатул арыз мәселесіне байланысты Құранда былай дейді: оларға айтылған қиямет бастарына келген кезде олар үшін жерден бір хайуан шығарамыз да, ол оларға адамдардың аяттарымызға мүлде сенбегендіктерін айтады. Дабатул арыз хайуан болғанмен адам секілді әрекет етіп, мөмін мен кәпір пенделерді бір-бірінен айырып, мынау мөмін, мынау кәпір дейтіндей дәрежеге ие болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бір хадисінде былай дейді: Дабатул арыз өзімен бірге Дәуітұлы Сүлейменнің ғалейхиссаламның мөрі мен Имранулы Мұсаның ғалейхиссаламның асасын алып шығады. Аса таяқпен мөміндердің жүзін жарқыратып, мөрмен кәпірдің мұрнын сындырады. Тіпті бір үйге тамақ ішу үшін жиналған кезде елдер бір-біріне «Әй мөмін, әй кәпір» деп бір-бірін ажыратып отыратын болады. Дабатул арыздың қандай хайуан екендігі, неге ұқсайтындығы анық белгісіз. Бірақ кейбір хадистердегі белгілері арқылы оның жер бетінде ұқсасы жоқ. Сондай бір үлкен хайуан болғандығы аңғаруға болады. Әмір ибн Астың айтуы бойынша Дабатул арыз қажылық кезінде Меккедегі бір ағаштан шығады. Басы бұлтқа жеткенмен аяғы әлі жерден шығып бітпейді делінген. Күннің батқан жерінен қайта шығуы. Қиямет қайымның және бір белгісі Алланың әмірі мен табиғат заңдылығына қайшы құбылыс орын алып, күн батқан жерінен қайта шығады. Бұл күні жұма күні орын алады. Күннің батыстан шыққанын көрген адам баласы сол сәтті жаппай иман етіп тәубелеріне келеді. Бірақ ол кездегі иман етулері мен жасаған тәубелері қабыл болмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам былай дейді: күн батыстан шықпайынша қиямет болмайды. Күн батыстан шыққанда адамдар оны көріп жаппай иман етеді. Оған дейін иман етпеген немесе иманды жақсылық болмаған пенделерге сол күні еткен имандары пайда бермейді. Екінші бір хадисте күн батыстан шыққанға дейін Алла тәубе етушінің тәубесін қабыл етеді делінген.
Исаның алейхиссаламның көктен түсуі. Ақыр заман таяғанда Дәжал өзінің құдаймын деп жариялап, түрлі сиқыр мен истирадшы жасап көрсетіп жүрген уақытта Алла көктен Иса пайғамбарымыз алейхиссаламды түсіреді. Иса алейхиссалам жер бетіне түскен соң Мұхаммед саллаллаху алейхиссалам пайғамбардың дінмен жүріп, исламды жаю үшін күреседі. Себебі оған түсірілген дін ислам келгеннен соң күшін жойған болатын. Иса алейхиссалам Дәжалды өлтіріп, адамдар арасындағы әділдік орнатады. Иса алейхиссалам пайғамбардың ақыр заманда түсетіндігін және не істейтіндігін Мұхаммед саллаллаху алейхиссалам пайғамбарымыздың мына хадисінде білуге болады. Барлық пайғамбарлар әке жағынан бауыр болғанмен аналары бөлек, бірақ діндері бір. Мен Мариям ұлы Исаға жақынмын, өйткені мені оның арасында басқа пайғамбар келмеді. Расында ол ақыр заманда жер бетіне түседі. Оны көрген кездеріңде мынандай ерекшеліктермен танисыңдар. Орта бойлы, тәні қызыл мен ақ түске жақын. Үсті басы өте таза, шаштарына су тимесе де су тәрізді болып тұрады. Ол айшықты, кресті сындырады, шошқаны өлтіреді, жан салығын жояды. Мал дүниеге көп болып судай ағады. Адамзаттың ислам дініне шақырады. Аллах тағала оның кезінде исламнан басқа діндерді жоқ етеді. Ол Алланың қалауымен Дәжалды өлтіреді. Ол кезде жер бетінде бейбіт заман орнап, арыстандар түйелермен, жолбарыстар сиырлармен, қасқырлар қойлармен жайлауда бірге жүріп, балалар жыландармен ойнайтын болады. Иса жер бетінде 40 жыл өмір сүргеннен кейін қайтыс болады. Және мұсылмандар оның жаназасын шығарып жерлейтін болады. Құрметті менің көрермендерім, бұл видеоның жалғасы бар. Яғни ақыр замандағы Мағдидің келуі туралы видео шығаратын боламын. Әрине менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар, және де лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Егер сіздер колокольчикті басып қойсаңыздар, Мағди туралы айтылатын әңгімемді жіберіп алмайтын боласыздар. Сол себепті менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Егер менің видеом ұнаса, комментарий қалдырыңыздар.